Құрбан айт мұсылманның ең ұлық мейрамы. Алла тағала Құранда Раббың үшін айт намазын орында және құрбан шал деген. Бұл мереке айт намазын оқудан басталады. Сондықтан айт намазына барудың келесі әдеттері бар. Айт намазына әйел бала шағаңызбен бару сүннеттен. Айт намазына еш нәрсе жемей шығып, кейіннен өз құрбандығыңыздың етінен ауыз тиіңіз. Айтқа ғұсыл дәрет алып, иіс су себініңіз, әрі ең көркем киімдеріңізді киіңіз. Айт намазынан қайтарда келген жолыңыздан басқа жолмен қайтыңыз. Құрбан шалу бұл Ибрахим пайғамбардан келе жатқан сүннет. Құрбан шалудың уақыты. Құрбан шалу рәсімі айт намазы мен айт құтпасы оқылып болған соң басталады. Ал құрбандығын айт намазына дейін шалғанның құрбандығы жарамсыз. Құрбан шалу рәсімін айттың 4-ші күні асыр намазына дейін орындауға рұқсат. Құрбан шалуға байланысты талаптар. Құрбандық тек қана Алланың разылығын мақсат тұтып, әрі тек Аллаға жақындап, оның ғана сауабын үміт етіп шалынуы тиіс. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Алла тағала Алладан өзгеге арнап құрбандық шалғанды лағнеттеді деген. Құрбандық малы белгілі жасқа толған болуы қажет. Түйені 5 жастан, сиыр бұқаны 2 жастан, ал қой ешкіні 1 жастан бастап құрбан шалыңыз. Ханафи мазхабында қой ірі болса 6 айдан бастап құрбан шалуға рұқсат. Қандай мал құрбандыққа жарамайды? Бір көзі құлағының басым бөлігі жоқ мал, ауру мал, ақсақ мал, әлсіз арық мал. Бір жанұяның атынан бір мал шалынса, барлық отбасының мүшесіне жеткілікті құрбандық болып табылады. Сиырды және түйені 7 адам бірігіп құрбан шалуға болады. Малды бауыздауға байланысты талаптар. Мал бауыздардың алдында бисмиллахи Аллаху акбар, Алланың атымен Алла ұлық деп айтыңыз. Пышағыңыз өткір болсын, және малдың көзінше пышақты қайрамаңыз. Бір малды екінші малдың көзінше бауыздамаңыз. Малды қыбла жаққа бұрыңыз. Егер бауыздай алмасаңыз, малыңызды басқа мұсылман адамға бауыздатуға шариғатымыз рұқсат бергенін ескеріңіз. Құрбандықтың етін не істейміз? Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам еттің 1/3 бөлігін өзіңе қалды, 1/3 бөлігін қонақтарға жегіз, ал тағы 1/3 бөлігін мұқтаждарға тарат деген. Құрбандықтың терісін сатуға не қасапшының ақысы ретіне беруге тыйым салынған. Құрбандық шалғысы келген адам сақ болсын. Құрбан шалуды ниет еткен адам Зулхиджа айының басынан құрбандығын шалғанға дейін тырнағын алмауы, дененің түктерін қырмауы, шаш сақалын қысқартпауы керек. Мерекелі тәкбір. Айт мейрамының алғашқы күні айт намазына шыққан уақыттан бастап, айттың 4-ші күні асыр намазына дейін тәкбір ташриқ айтуды ұмытпаңыз. Аллаху акбар, Аллаху акбар, ла илаха иллаллаху, Аллаху акбар, Аллаху акбар, валиллахил хамд. Алла ұлы, Алла ұлы, Алладан басқа құлшылыққа лайықты ешбір тәңір жоқ. Алла ұлы, әрі Алла барлық мақтауға лайық. Сонымен қатар, мейрамның ұлықтығы сезілу үшін әйел бала шағаңызға, туыстарыңызға арнайы сыйлық сыйлаңыз. Бұл мерекеде көтеріңкі көңіл-күй таныту құлшылық екенін ескеріңіз. Ренжіген адамдарды кешіріп, туыстарыңызға айттаңыз. Алла сізден де, бізден де қабыл етсін ағайын.